біз сіздермен адаптивтілікті қарастыратын боламыз. Жалпы кез келген сайтта ол кез келген құрылғыда жұмыс жасай білуі қажет. Яғни кез келген құрылғыда сол құрылғының өлшеміне сәйкес осы элементтер өзгеріп отыру қажет. Мысалы, телефонда осылай көрінсе, ал планшеттерде мысалы басқаша көрінуі мүмкін. Ал компьютерлерде мысалы экран үлкен болғандықтан көп элементтер сыяды. Сол себепте әр құрылғыға байланысты сіздің осы элемент динамикалық түрде өз өлшемін өзгертіп отыру қажет. Осының барлығында біз сіздермен бірге медиа скриндардың көмегімен істей аламыз. Яғни медиа скриндарды біз сол медиа скриндарға осы параметрлерді көрсете аламыз. Ол max width, min width, яғни максималды ұзындығы осындай құрылғы, немесе минималды ұзындығы осындай пиксельден тұратын құрылғыға арнайы запрос, яғни сұраныстар жаза аламыз, немесе ұзындық емес, биіктікке арнап жазсақ та болады. Енді осыны практика жүзінде қарастырайық. Ол үшін біз сіздермен бірге мына жерде екі блок құрған едік өткен сабақта. Енді дәл осындай үшінші блок құрайық. Үшінші блок құру үшін астына қарай түсеміз. Form деп тұр. Form деген жерге біз сіздермен бірге мына жерде бір осы form тұра берсін, және де second емес third block деп аламыз. Ал мына жерде дәл осы second block дегенді астына түсіп third block дегенге ашатын боламыз. Third block. Және де дәл осылай third block деп жазамыз. Енді обновить етеміз. Міне бізде 3 блок пайда болды. Енді үшеуінің де бір қатарда тұр. Үшеуі де мына жерде display flex деген тұр бізде параметр. Осыны біз өшіріп тастасақ болады әзірше. Және де міне енді қарайтын болсақ, мына жерде келесі кезекте float right деген тұр. Осы қасиеттерді өшіріп тастаймыз, бізге қажеті жоқ. Обновить етеміз. Міне енді өз орнына келді. 3 блок тұр бізде. Және де бұл 3 блокты енді біз өлшемін динамикалық түрде өзгертеміз. F12 батырмасын басамыз. Бізде DevTools ашылатын болады. Және де мына жерде өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай өте үлкен экрандарда мысалы былай тиімсіз. Бізде мысалы бір қатарға енгізетін болсақ, бірақ та мобильді қосымша кезінде бір қатарда тұрған элементтер сыймағандықтан осы құрылғының шетіне шығып кетуі мүмкін. Енді осыны біз медиа скриндар арқылы түзете аламыз. Ол үшін біз сіздермен бірге ұзындық береміз. Мына жерде first block дегенге мысалы бірінші тұрған блок бізде үлкен экрандарда 25% алсын, үшіншісі 25% алсын, ал ортада тұрған блок бұл бізде 50% алсын. Енді осыны қалай көрсетеміз? Quarter деген класс ашайық, яғни 25% көрсету үшін. Және де half деп жазамыз. Бұл 50%. Мына жерде 25% болады. Енді осыған стиль жазып шығамыз. Quarter, ол бізде width қанша болады? 25%. Ал half болса, ол бізде width 50%. Обновить етеміз. Міне экран сыртына шығып кетті. Бұл жерде пиксель емес, процент болады. Яғни пайыз деп көрсетеміз. Сол кезде 25-25%, ал ортасындағы элемент 50% алды. Енді келесі кезекте бағанаға parent блокқа өтіп, біз былай көрсетеміз. Display, ол бізде flex болады. Сол кезде, міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бірінші блок 25%, ортасындағысы 50% орында алып отыр. Енді келесі кезекте біз мобильді нұсқада қосатын болсақ, мысалы мына жерде iPhone деген таңдайтын болсақ, 85 емес 25% болайын, жақындатайын кішкене. Сол кезде бұл жерде енді экранда өте кішкентай болып көрінеді. Бұл біздің әріптер тіпті көрінбеуі де мүмкін. Енді осы элементтерді біз әрқайсысын жеке-жеке жолға шығаруымыз қажет. Ал компьютердегі нұсқада дәл осылай тұру қажет.
Ал телефондағы нұсқада бәрі қатар бойынша тұру қажет. Бұны енді біз қалай жасаймыз? Бұны жасау үшін біз медиа скрин құрамыз. Мысалы, бір қатарда орналасады, parent block деген компьютердегі нұсқада, және де media screen and, яғни media сұранысты ашамыз, және max width 768 пиксель. Яғни 768 пиксель деген ол қарапайым планшеттер мен телефондар. Және де бұл жерде өзіміздің осы көшіріп алған стильді қоямыз. Display flex емес, енді блок деп жазамыз. Яғни жаңа қатарға көшетіндей. Сол кезде F12-ні басамыз. iPhone дегенге, яғни біз обновить ететін болсақ, түк өзгермейді. Өйткені бұған басты себеп біз өлшемдерін беруіміз қажет. Енді өлшемдерді өзгертпестен бұрын біз is деп берейік. Яғни is quarter және де is half деп. Мына жерден де біз өзгертеміз. Quarter емес, is quarter деп. Және де is half деп өзгертеміз. Is quarter деп мәнін өзгертетін боламыз. Енді бұл жерде ешнәрсе де өзгермейді. Is деген префиксті қосқан себебі біз осы арқылы адаптивті класс құратын боламыз. Яғни адаптивті өлшем құратын боламыз. Ол үшін біз былай жазатын боламыз. Класс және де жұлдызшаны қоямыз. 10 is деп басталатын барлық класты алдық. Және де осы is'дан басталатын, is префиксінен басталатын барлық классқа біз сіздермен бірге float right деп көрсететін боламыз. Енді одан кейін барып дәл осыны көшіріп аламыз. Енді бұл мобильді нұсқада қалай болады? Мобильді нұсқада біз ұзындығын 100% аламыз. Яғни әрбір мына жерде тұрған әрбір блоктың өлшемін 100%-ға ауыстыратын боламыз. Сақтаймыз. Енді обновить етеміз. Енді мына жерде мобильді нұсқаны таңдаймыз, iPhone деген таңдаймыз. Бірақ та бізде ешнәрсе де өзгермейді. Бұның басты себебі біз meta viewport дегенді көрсетуіміз қажет. Яғни бұл бізде осы тегті көрсету арқылы біз өзіміздің қосымшаның барлық платформада адаптивті жұмыс жасайтынын браузерге айтатын боламыз. Яғни осы арқылы біз өзіміздің парақшаның адаптивті екенін көрсете аламыз. Сақтаймыз. Енді келесі кезекте обновить ететін болсам, міне өздеріңіз көріп отырғандай бізде адаптивті түрде өзгеретін болады. Мысалы, мен мына жерде responsive деген таңдайтын болсам, мысалы өлшемді үлкейтем, міне адаптивті түрде өзгереді өлшем. Кішірейтетін болсам, міне өзгереді. Өздеріңіз көріп отырғандай, мысалы мына жерде iPad деген таңдаймын. Яғни iPhone-да әр қатар сайын бейнеленеді, iPad-да да әр қатар сайын, ал бірақ та мына жерде iPad Pro немесе қарапайым ноутбукта ашатын болсам, бұл кезде барлығы да бір қатарда тұратын болады. Осы арқылы біз өзіміздің парақшаны адаптивті ете аламыз.